Ежелгі Қытай рецептілері тәніміздің саулығын сақтайды. Уақыттың өзі тексерген медициналық білім әдеттегі құралдар пайдасын тигізбеген кезде көмектеседі. Қытайлықтар күрішті ерекше жақсы көреді. Бұл тағамды көп тұтынатындар да кездейсоқтық емес. Дұрыс дайындалған күріш өмірді ұзартып, ағзаны қажетті заттектермен қамтамасыз етіп отыратын өте пайдалы тағам. Күріш жеп отырған кезде ағзаңыздағы токсиндер сыртқа шығады. Асқазан мен ішек жұмысын ретке келтіреді. Барлығыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге дертке ем арнасы қазақша контентті қолдау мақсатында арнаға жазылып, жас арнаның дамуына өз үлесіңізді қосып кетіңіз. Арнаны 90% оқырман тіркелмей көреді екен. Сондықтан да арнаға тіркеліп кетсеңіз, бізге әрі қарай жұмыс жасауымызға үлкен шабыт береді. Күрішке қарағанда оның суының пайдасы мол. Егер бұрын сонды күріш суының пайдасы туралы естімеген болсаңыз, дәл қазір салауатты өмірге жаңадан басасыз. Мінсіз келбет, күш-қуат, сау тері күріш суын тұтынатын адамдардың серігі. Күріш суы ағзаны көмірсулармен қамтамасыз етіп, асқазан ауруын емдейді, артериялық қысымды ретке келтіреді, оба ауруын алдын алады. Мұнымен қатар оның косметикалық қасиеті бар. Санаулардың аузын бітеп, тері түсін біркелкі етіп, майлылық деңгейін азайтады. Арнайы тағамдар шықпаған кезде ата-аналар балаларын осы сусынмен тамақтандырған. Сусын құрамында минералдар, В, Е, С тобындағы витаминдер және асқазанның шырышты қабығын орап емдейтін ұлпадан тұрады. Сондай-ақ күріш суының пайдалы қасиеті бар. Олар ағзаның ішкі энергиясын босатады, тері мен шаштың жағдайын жақсартады, зат алмасуды жылдамдатады, ағзаны уытты заттардан тазалайды. Дәрігерлер бұл күріш суының қасиеттерін баяғыда мойындап атап өткен болатын. Бірақ оны аш қарынға ішуге болмайды. Себебі бұл сұйықтықтың өзіне қарсы көрсеткіштері бар. Тоқ-ішектің қабынуы, іш қатуға бейімділік, жеке төзімсіздік. Егер сіз күнделікті тамақтану рационына дәнді дақылдардың қайнатпасын қосуды шешсеңіз, оны дұрыс орындаңыз. Сонымен күріш қайнатындысын қалай дайындаймыз? Емдеуге және салмақ тастауға арналған рецепттер. Күріштен сусын дайындаудың көптеген рецепті бар. Яғни қарапайымнан басталып, бірнеше қадамдардан тұратын рецепттер болады. Ең қарапайым рецепт бойынша дайындау. Кастрөлге 2 стакан су құйып қайнатыңыз. Содан кейін оның үстіне 2 шай қасық күріш қосыңыз. Бұны шамамен 40 минут қайнатыңыз. Сосын қайнатпаны суытып сүзіңіз. Бұл сұйықтықты баланың іші өткенде қолдануға болады. Тағы бір рецепт құсу кезінде қолданылады. Бұл рецепт бойынша бізге 1 стакан күрішпен тұз және 1 литр су керек. Алдымен күрішті ұн секілді кофе ұнтағышта ұнтақтап алыңыз. Содан кейін суды жылытып, оған ақырындап күріш ұнтағын қосыңыз. Сөйтіп қайнатпаны күні бойы ішесіз. Қайнатпаны қою қылып қайнатуға да болады. 5 ас қасық күрішті алтын үсті болғанша қуырыңыз. Содан кейін оны кофе тартқышқа салып ұнтақтаңыз. Сосын жарты литр суды жылытып, оған күрішті ұнтағымен салыңыз да жарты сағат қайнатыңыз. Күріш қайнатпасы дайын болған соң суытып қабылдай беруге болады. Дегенмен сымбаттылығымен ерекшеленетін азиялық әйелдер оны басқалай дайындайды. 1 стакан күрішке 4 кесе таза су алыңыз. Күрішті суға салып, оны төмен температурада 2-ден 4 сағатқа дейін қайнатыңыз. Сондай-ақ күріш суын дайындаудың басқа тәсілін қолдансаңыз да болады. Мысалы, күрішті қайнатасыз да бетін сүлгімен жақсылап жауып, түнге қалдырып қойыңыз. Сонымен қатар Азияда ашыған күріш сусынын дайындайды. Яғни ферменттелген күріш сусыны. Ашыған су қарапайым қайнатпа секілді дайындалады. Тек әзірлеу кезінде суды көп құйып қою керек. Күріш қайнаған кезде оны кепсермен сүзіп алыңыз. Бізге күріш суы керек болғандықтан суда қайнаған күрішті тамақ пісіру үшін қолдансаңыз болады. Ал қайнатпаны ашыту үшін оны 1 тәулікке қойыңыз. Содан кейін ашыту процесін тоқтату үшін сусынды қайтадан қайнатыңыз. Кейін сусын суығанда аздап қолдана берсеңіз болады. Бұл сусын жасартушы құрал ретінде әрекет етеді. Себебі оның құрамында Е дәрумені өте көп. Күріш суын қалай қолдану керек? Құрметті оқырмандар, күріш сусыны 100%-ға әсер етсін десеңіздер, оның дұрыс ішкен жөн.
Асқазан және ішек аурулары кезінде алғашқы рецепт бойынша пісірілген күріш қайнатпасын 2 сағат өткеннен кейін стаканның 1/4 бөлігін ішу керек. Бұл сусынды сирек немесе жиі ішуге болмайды, себебі оның әсері әлсіз болады, немесе ол дәретті тым қатайтып жібереді. Құсыққа қарсы сұйықтықты әр 3 сағат сайын бірнеше ас қасық ішеді. Ал сусынды балаларға беретін кезде дозаны төмендету керек. Оларға бір ас қасықтың өзі жеткілікті болмақ, бірақ сәбилерге жиі беріп тұруға рұқсат етіледі. Арықтау үшін ішкіңіз келсе, таңертеңнен бастап аш қарынға ішкеніңіз жөн. Бұл ағзаға энергия беріп тазартады. Суды күні бойы тамақтанар алдында кішкене порциямен қабылдау ұсынылады. Егер таңғы асты күріш сусынымен ауыстыратын болсаңыз, аптасына 1 келі тастауыңыз мүмкін. Күріш суын бетке маска ретінде қолдануға болады. Сондай-ақ күріш қайнатпасымен шаш жууға болады. Сонда шашыңыз үлпілдеп, жылтырап тұрады. Көріп отырғандарыңыздай күріш суы таптырмайтын сусын. Ол ауру кезінде жақсы көмектеседі және барлық сулық салонының орнын ешқандай шығынсыз алмастырады. Азиялық әйелдердің бұл құралды көптен бері бағалағандары да таңғаларлық емес. Ал күріш суының ерекшелігі мұра ретінде қазіргі заманның сұлуларына да берілген. Егер де ақпарат пайдалы болған болса, бұл видеоны достарыңызға, тума-туыс ағайынға жіберулерін сұралады. Сіздермен бірге болған дертке ем арнасы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.